Дүйсен Мағлұмовтың әңгімесін айтайын. Жаздың жайма шуақ бір күні болатын. Ислам ата бала шағасымен бақ ішінде, алма ағашының саясында, тапшанның үстінде ас ішіп отырған. Құстар сайрап, шегіртке шырылдап, айнала әсем күйге бөленген. Бір кезде атасының қасында отырған Иман әпчу деп екі рет түшкіріп жібереді. Аққас дейді әжесі, сау бол дейді анасы, жаракым Алла деді атасы. Дастарханға бата жасалған соң Иман орнынан тұра беріп еді, атасы тоқтатады. Иманжан, сен маған жақын отыр. Айтатын әңгімем бар деді атасы, оған қасынан орын нұсқап. Балам, сен жақында 9 жасқа толдың. Есің кіріп, есейіп қалдың. Біліп жүрсін деп мен саған халқымыздың салт дәстүрін, әдеп ғұрыптары жайлы жиі айтамын. Дініміз туралы да аз айтып жүргенім жоқ. Бұған дейін мұсылман алдындағы 6 парызының 4-еуін айтып бердім. Бүгін 5-шісін айтудың сәті түсіп тұр. Оған сенің жаңа дастархан басында түшкіргенің себеп болды. Мұхаммед пайғамбарымыздың хадисінде, егер жаныңдағы адам түшкіріп, әлхамдуллах десе, оған сен жаракым Алла деп жауап қатуың керек деген. Әлхамдуллах, Аллаға шүкір дегенді білдіреді. Ал жаракым Алла арабтың ярхамук Аллах деген сөзіне шыққан. Оның қазақша баламасы Алла жарылқасын. Яғни түшкірген адамның Аллаға шүкірі, ал қасындағы адамның Алла жарылқасыны, сәлем берген адамның сәлемін алу парызымен бірдей екен. Иманжан, сен менің не айтып отырғанымды түсіндің ғой? Түсіндім ата. Түсінсең, қане, осы сөздерді айтып жаттайық. Иман атасымен бірге қайталап, сөздерді тез жаттап алды да атасынан. Ата, осы адамдар неге түшкіреді деп сұрады. Түшкіру адам ағзасындағы тұмау, аллергия сияқты аурулардың пайда болғанынан хабар береді. Ағзаның сонымен күресіп жатқанын білдіреді. Яғни пайдалы. Кеше сен футбол ойнап әбден терледің, содан салқындап қалғансың. Бүгін түшкіріп жүрсің. Кешке әжең қойдың майымен жақсылап сылап береді. Сауығып кетесің. Ал жаңағы сен жаттаған сөздер, аман бол, ауырма, Алла шипасын берсін деген тілектен туған балам. Ата, жаңа әжем айтқан аққас деген сөз нені білдіреді? Дұрыс байқапсың, Иманжан. Аққас. Аққас деген де тілек. Адамның қасы қартайған кезде ғана ағарады екен. Аққас. Қасың ағарғанша ұзақ өмір сүр. Аман бол дегеннің мағынасын білдіреді. Жаңа сен түшкіргенде анаң да сау бол деді. Оның да жақсы сөз екенін өзің де білесің. Орыс халқы түшкірген кезде будь здоров дейді. Солардан тікелей аударылып біздің санамызға сіңіп кеткен. Ата, рахмет сізге. Айтқандарыңыздың бәрін ертең достарым айтып беремін деді Иман атасына еркелей қарап. Дұрыс құлыным. Ең бастысы өзің ұмытпа. Өзіңе тағы да бір айтарым бар. Түшкірген кезде басыңды адам жоқ жаққа бұрып, немесе басыңды төмен иіп, мұрның мен аузыңды алақаныңмен жауып ал. Соны әдетке айналдыр. Олай істемеу үлкен әдепсіздікке жатады. Ұқтың ғой? Ұқтым ата. Ендеше бара ғой балам деп, Ислам ата немересінің арқасынан қақты. Орнынан тұра бергенде Иман әпчу деп тағы да 2 рет түшкіріп қалды. Аузы мен мұрнын алақанымен жауып үлгерді. Іле-шала, әлхамдуллах деді дауыстап. Жаракым Алла, жасың ұзақ болсын. Ислам атаның даусы да жарқын шықты.